Міне, стартаптар шын мәнінде қолданатын ең үздік 50 ЖИ құралы жетекші компаниялардың нақты шығын деректері негізінде анықталған. Венчурлық компания A16Z, финтех компания Mercury деректерін талдап, 3 айлық стартап транзакцияларын зерттеді. Нәтижесінде ЖИ саласындағы қаржы қай бағытта ағылып жатқанын көрсетті. OpenAI мен Anthropic алғашқы 2 орынды иеленді, бірақ нарық әлі де бытыраңқы күйде. Ешбір өнім өз санатында толық үстемдікке ие бола алған жоқ. Vibe типіндегі кодтау платформалары қарқынды өсіп келеді. Replit жалпы тізімде 3-ші орында, әрі Lovable платформасымен салыстырғанда 15 есе көп стартап кірісін қамтамасыз етіп отыр. Lovable'дың веб трафигі жоғары болғанына қарамастан. Шығармашылық құралдар ең үлкен санат. Midjourney, CapCut және Canva сияқты тұтынушылық қосымшалар қызметкерлердің жеке сүйікті құралдары арқылы жұмыс ортасына еніп жатыр. Ең қызығы, осы корпоративтік құралдардың 70% бастапқыда қарапайым тұтынушыларға арналған өнімдер болған. Олар 2 жылдың ішінде жеке қолданудан компания деңгейіндегі шешімдерге айналды. Бұл деректер түбегейлі өзгерісті көрсетеді. Бұрын тек сарапшылардың қолында болған арнайы дағдылар енді баршаға қолжетімді. Тұтынушылық пен кәсіптік бағдарламалық қамтамасыз етудің арасындағы шекара біртіндеп жойылып барады.